Сәлеметсіздер ме? Мен Қазақмыс корпорациясының политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Бейсенбаева Бақыт Шакимұратқызы. Пән атауы жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Бүгінгі сабағымның тақырыбы сырғанау мойын тіректері туралы жалпы түсінік, мойын тіректерді білікке отырғызу әдістері. Сабақтың мақсаты студенттерге сырғанау мойын тіректері жайлы жалпы түсінік беру және мойын тіректерді білікке отырғызу әдістерімен таныстыру. Сабақтың жоспары: сырғанау мойын тіректерінің құрылысы, сырғанау мойын тіректерінің артықшылықтары мен кемшіліктері, сырғанау мойын тіректерінің материалдары, мойын тіректерді білікке отырғызу әдістері, мойын тіректерді орнынан алу әдістері. Міне, сабақ жоспары бойынша біз осы тақырыптарды бүгін сабақта қарастырамыз. Мойын тірек дегеніміз не? Мойын тірек дегеніміз білік жүктемесін қабылдап, оның айналуына қамтамасыз ететін білік тірегінің бөлігі. Мойын тірек бізде екіге бөлінеді: домалау мойын тірегі және сырғанау мойын тірегі. Біз бүгінгі сабақта сіздермен сырғанау мойын тірегін қарастырамыз. Яғни, сырғанау мойын тірегінің құрылысы: сыртқы корпустан, астарлардан және май құятын жырағыштан тұрады. Сырғанау мойын тірегінің артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастыратын болсақ, қандай артықшылығы, қандай кемшілігі болады екен? Бірінші артықшылығын қарастырайық. Жоғары жылдамдықтағы жетектерде сенімді жұмыс істейді. Яғни, домалау мойын тіректері бұндай жағдайда төзімділігі төмен болып келеді. Шусыз жұмыс істейді. Салыстырмалы түрде шамалы радиалды өлшемдері бар. Алмалы-салмалы мойын тіректер иінді біліктің мойнына орнатуға ыңғайлы. Жөндеу кезінде муфталар, шкифтерді және тағы басқа бөлшектеуін қажет етпейді. Жай жүретін машиналар үшін өте қарапайым конструкциядан тұрады. Бұл сырғанау мойын тірегінің негізгі артықшылықтары. Ал енді сырғанау мойын тірегінің қандай кемшіліктері бар екен, соны қарайық. Сырғанау мойын тірегінің кемшіліктері: жұмыс процесінде үнемі қадағалауды, майлауды талап етеді. Майлау материалының үзілісі мойын тіректің бұзылуына келеді. Салыстырмалы үлкен осьтік өлшемі бар. Қосу кезінде және майланбаған кезде айтарлықтай үйкеліс жоғалтады. Майлау материалдарының шығыны көп, оны тазалап және суытып отыру қажет болады. Сырғанау мойын тірегінің осындай негізгі кемшіліктері бар. Ал енді сырғанау мойын тіректерінің материалдары. Яғни, сырғанау мойын тірегінің астары металл керамикалық және металл емес болып бөлінеді. Металл астарлары қоладан, бобиттен, алюминий және мырыш қорытпалардан, антифрикциялық шойындардан жасалады. Қола астарларды орташа жылдамдық пен және үлкен жүктеме кезінде қолданылады. Бобит құймадағы астарларды ауыр және жұмыс режимдері кезінде жауапты мойын тіректер үшін қолданады. Мойын тіректерді білікке отырғызу әдістері. Яғни, мойын тіректерді білікке отырғызудың 5 әдісі болады. Бірінші әдісі арнайы механикалық және гидравликалық престің көмегімен отырғызу. Екіншісі әдісі арнайы тұтқаның немесе балғаның көмегімен. Үшінші әдісі құйма май құйылған астауға мойын тіректі қыздыру жолы. Төртінші әдісі мойын тіректі индуктивті тоқ пештерінде алдын ала қыздырып алу жолдары. Яғни, пеште алдын ала қыздырып, сосын барып мойын тіректі орналастырамыз. Келесі бесінші әдіс конусты мойын тіректерді арнайы бұранданың көмегімен отырғызу. Яғни, мойын тіректерді білікке отырғызудың
осындай 5 әдісі бар. Келесі әдіс бізде мойын тіректерді орнынан алу әдістері. Бұл әдісте 5 әдісі болады. Бірінші әдіс арнайы механикалық немесе гидравликалық пресстің көмегімен. Екінші әдіс арнайы жабдықтардың көмегімен. Үшінші әдіс ішкі шығыршықты балған ұрып шығару көмегімен. Төртінші әдіс мойын тіректі индуктивті тоқ пештерінде алдын ала қыздырып алу жолы. Бесінші әдіс гидравликалық қысым арнайы құрылғының көмегімен алуға болады. Яғни, міне мойын тіректерді монтаждау, демонтаждаудың осындай әдістері болады. Біз бүгінгі дәрісіміз осымен аяқтаймыз. Келесі үй тапсырмасы. Үй тапсырмасына сіздерге 3 тақырып берілген. Осы берілген 3 тақырып бойынша сіздер 3 топқа бөлінгенсіздер. Сол 3 топпен бірігіп 3 тақырыпқа презентация жасап, келесі сабақта қорғайсыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.